Good evening. Бүгін бізде келесі сабағымыз. Бүгін екі әріп бір-бірімен қосылған кезде қандай дыбыс білдіреді екен, соны үйрететін боламын. Бірінші әріп это CH. Екеуі бір-біріне қосылған кезде чемодан деген сөз дыбысты білдіреді. For example, мысалы, cheap аударылады арзан, cheap. Немесе біздің жақсы көріп заказ беретін chicken, да? Вот CH-дан естейді. Но бүкіл ағылшын әріптерінен ағылшын сөздерінің бәрі ч деп оқылады. Но кірме сөздер бар. Яғни француз, латын сөздерінен келетін сөздер бар. Сол сөздерде ол басқаша оқылады. Мысалы, латын сөзінен келген ол көбінесе медициналық сөздер. For example, this one. Мына жерде CH К болып оқылады. Repeat after me. Менен кейін қайталаймыз. Chemist аударылады аптека. Аптека. Енді бізде мектепте оқитын осы химиялық элементтердің бәрінде аптекадағы ол нені? Chemistry. Қайталаймыз. Chemistry аударылады химия. Яғни химияда біз медициналық нелерді өтеміз, Енді егер де сөзіміз француз тілінен келетін болса, онда бізде CH ш болып оқылады. For example, chef бізде бұл аспазшы, повар деген сөз, аспаз немесе. Next one is сусынымыз бар бізде. Осы Франциядан келген сусын. Давайте мынаны оқып көріңіздерші. Champagne, да? Г мен Н екеуі бірге келген кезде, мына жерде екеуін көріп тұрсыздар ғой, да? Г мен G және N екеуі Н болып оқылады мына жерде. Яғни champagne. Неге жазылмай тұр? Champagne бұл шампанский. G мен N болып оқылады. Окей, бірге қайталаймыз мен бірге. CH cheap. Бүкіл ағылшын сөздердің бәрі ч деп оқылады. Но кірме сөздер. Латын әрпінен chemist аптека, chemistry химия, chef аспаз, champagne шампанский деп аударылады. Next one кетті келесі. Егер де бізде CH екеуі бірге келетін болса, біз оны ш деп оқимыз. For example, sheep. P мен H екеуі қосылатын болса, оны F деп оқимыз. For example, photo. Фото деген сөз. And the next one, WH екеуі бірге келетін болса, екі түрлі оқылады. Біріншісі O, екіншісі H. Бұндай Х емес, кәдімгі жіңішке Х. Іштен шығатын. Кеттік, тек қана Х деп оқимыз, тек қана бір-ақ әріпте. Это O. Болды, қалған әріптің бәрінде O деп оқимыз. For example, repeat after me. Менен кейін қайталаймыз. Which. When. What. Where. Енді O әріпі келеді. Who. Кім. Whole. Бүткіл деген мағынаны білдіреді. Окей, осының бәрін видеоны тоқтатып отырып жазамыз и бірге қайталаймыз. Келесі бізде мини тақырып, кішкентай ғана тақырып. Сөйлем құрастыру үшін керек бізге. Так, мен ағылшынша, біз алдында сабақты өткен болатынбыз. Мен ағылшынша бізде I. Менің ағылшын тілінде болады my. Жазып алып отырыңыздар, мен мұнда аудармасын жазбаймын. Менің ағылшынша my. Сен ағылшынша сендер, сіз, сіздер, ағылшынша you. Сенің, сендердің, сіздің, сіздердің ағылшынша болады your. Келесі біз we, біздердің болады our. Келесі олар they, олардың болады their. Ол he, оның his. Қатты his деп айтпаймыз. His. Және естілер, естілмес айтылады. Келесі бошаң айтқанымыз she, ол қызға айтамыз. Мынау he, балаға айтылады. Он, да? She, ана. Оның, ее, her. Ол, бұл, it. Оның, бұның, its. Енді қазақ тілінде қалай аударылады, ағылшын тілінде де сондай айырмашылық. My, your, our, their, his, her, its деген сөздерден кейін әрдайым етістік болады. Мысалы, кітап ағылшынша болады book. Менің кітабым my book, да? Келесі кілт. Ағылшынша key. Сенің кілтің your key. Сенің кілтің.
Менің кілтім. My key. Келесі мысалы mobile, телефон, мобильный телефон, да? Біздің мобильный телефон, ұялы телефон, our mobile, немесе our mobile phone. Келесі тағы бір сөз. Bag, сумка. Олардың сумкасы болады ағылшынша their bag. Okay? Their bag. Оның сумкасы his bag. Менің сумкам my bag. Yeah? Бірақ та мен ешқашанда I bag деп айтпаймын. Яғни ол мен сумка болып кетеді. Одан кейін I, you, мынадан кейін ешқашанда, яғни мына сөздер бар ғой, зат есім сөздер ғой, бәрі не деген сұраққа жауап береді. Олар ешқашанда келмейді. Түсінікті ғой, иә? Дәптерге видеоны тоқтатып қой, бәрін жазып аламыз. Енді осы бойынша бізде практика кетеді. Жаңа сөздер бізде repeat after me, менімен бірге қайталаймыз. First one, a camera. Камера деп айтпаймыз. A camera. Это фотоаппарат. Okay? Next, a mobile phone. A mobile phone. Қайталаймыз менен кейін. Next, keys. Keys. Это кілт деген сөз, иә? Mobile phone – это мобильный телефон, ұялы телефон. Keys – кілттер. Next, a diary. A diary. Аударылады күнделік. Next one, a passport. A passport. Паспорт, загранпаспорт көбінесе. Next one, a magazine. A magazine. Аударылады журнал. Next, a credit card. A credit card. Кредитный карта, Каспий карточкаңыз бар ғой, соны a credit card. Next one, earphones. Earphones. Наушники. A newspaper. A newspaper. Газета. Toothbrush. Toothbrush. Сақал қылып айтамыз. Toothbrush. Бұл бізде зубная щетка, да? Тіс щеткасы. A sweater. A sweater. Бұл свитер. Жемпір. Sunglasses. Sunglasses. Бұл бізде солнечные очки. A watch. A watch. Қолға тағатын сағат. A purse. A purse. Бұл бізде әйелдерге арналған, это портмоне, кошелек точнее, және де сумочка, клатч бар ғой, сонда purse деп айтады. Next, a ticket. A ticket. Билет. A laptop. A laptop. Ноутбук. Shampoo. Shampoo. Шампунь. Видеоны тоқтатып, жазып аламыз. Енді бізде осы сөздерді қолдана отырып, біз енді практика жасаймыз. Қазір мен кітабымда сохранением. Все, круто кеттік. Енді біз мына жерде чемоданның ішіндегі заттарға қарай отырып, сөйлем құрастыруымыз керекпіз. Хорошо? Мен сіздерге қалай практика істеу керек екенін көрсетемін. Сіздер өздеріңіз үйде бірнеше қылып практика істей береміз. Мысалы, мына жерде A-да паспорт, да? Паспорт. Бұл менің паспортым. It is my passport. It is my passport. Ал бұл сенің паспортың қалай болады? Келесі B. Бұл біздің билетіміз. It is our ticket. It is our ticket. Енді сіз айтыңыз. Бұл олардың билеті. Кеттік. C. Бұл оның, яғни балаға айтып тұрмын да, это его, оның сағаты. It is his watch. It is his watch. Енді әйел адамға ее деп айтамыз. Оның. Это ее часы. Ол оның, бұл оның сағаты деп айтамыз. Кеттік. Шампу, да, мынау деген. Кеттік. Бұл менің шампуным. It is my shampoo. It is my shampoo. Енді айтайық, бұл сенің шампуның деп айтайық. Келесі кеттік И. Мына жерде бізде свитерда жинақталып тұрған sweater. Енді айтайық, бұл оның свитері, оның жемпірі.
Қызға айтайық да, красный ғой. It is her sweater. It is her sweater. Енді сіз айтыңыз, балаға айтыңыз да, оның свитері. Это его свитер. Кеттік. Бұл сенің кошелегің. Давайте осыны айтайық. It is your purse. It is your purse. Келесі кеттік. Мынау менің журналым. It is my magazine. It is my magazine. Енді сіздер айтыңыздар, бұл сенің журналың. Все, түсінікті ғой, иә? Қалғандарын дәл осындай қылып практика жасаймыз. Видеоны тоқтатамыз, қарап отырып практика жасаймыз. Қарашы, көп практика жасаған сайын тілдеріңіз сынып, еркін сөйлей бастайсыздар. Енді мұнда керісінше, бұл менікі емес деп айтуымыз керекпіз. Немесе сенікі емес. For example, it isn't. Бұны екі түрлі айтуға болады. Бұл менікі емес дегенді. Мен бұлай айта аламын. It isn't my camera. Бұл менің камерам емес. Немесе бұлай айтуға. It's not my camera. Бұл менің камерам емес. It's not my camera. Сол сияқты бәрін өздеріңіз айтып шығасыздар. Мен сіздерге бір рет айтып көрсетемін, бірақ қалғанын әртүрлі қылып, біздікі емес, олардікі емес, оныкі емес деп әртүрлі қылып айтамыз. For example, мынау біздің телефон емес. It's not our phone. It's not mobile phone. Our mobile phone. Келесі, оның күнделігі емес. It's not her diary. It's not her diary. Келесі, очки. Бұл олардың очки емес. It's not their sunglasses. Негізі мына жерде they болу керек. Бірақ та мен қазір сіздерге тілдеріңізді үйрету үшін бұлай үйретіп жатырмын. Потому что көз бізде they болады да, олар болады. Бірақ it's пен үйрену керек, хорошо? It's not their sunglasses. Тоже бізде наушники, точнее, бізде екі құлақ бар, сондықтан they болады. Давайте бірге айта берейік. They aren't my earphones. Бұл менің наушнигім емес. They aren't my earphones. Келесі, laptop. Кеттік. Мынау сенің ноутбугың емес. It's not your laptop. It's not your laptop. Бұл сенікі емес. Keys, бізде екі кілт қой, сондықтан they болады тоже самый. They aren't his keys. Олар сенің кілттерің емес. They aren't his keys. Үйде практиканы көп істейміз. Практика істеген сайын не істейді? Тілдеріңіз жаттығады. Бүгіндікке осы. Бізде тағы да толық практика жасау үшін ары қарай неге группада көретін боласыздар. Thank you very much. Goodbye.